Бүгін құрметті әріптестер, мен Нұғманова Салтанат Төреханова, Балқаш қаласы Әл-Фараби атындағы жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімімін. Бүгінгі сіздерге таныстыратын жұмысым тақырыбы қызықты математика, авторлық бағдарламасы 3-ші сыныптарға арналған, яғни тиімділігі және онда қолданылатын әдістер. Қазіргі білім беру жүйесінің басты міндеті тек теориялық білім беріп қана қоймай, алған білімін өмірде қолдана алатын тұлға тәрбиелеу. Осы орайда математика пәнінің маңызы ерекше. Себебі математика дәлдікке, жүйелілікке және логикаға, сонымен бірге ойлау мәдениетіне үйрететін ғылым болып саналады. Бүгінгі бағдарлама мақсаты оқушылардың математикалық білімін кеңейтіп, логикалық ойлауын, есеп шығару дағдыларын, шығармашылық қабілеттерін және өмірдегі математиканы қолдану білімін дамыту болып табылады. Сонымен бірге бұл математикалық білімін кеңейтіп, логикалық ойлауын, есеп шығару дағдыларын, шығармашылық қабілеттерін, сонымен бірге өмірде математиканы қолдана білуді қалыптастырады. Бірақ тәжірибе барысында көптеген оқушылардың математика пәнін қиын, қызықсыз деп қабылдайтыны байқаймыз. Кей жағдайда олар формулаларды жаттап алғанымен есептің мәнін түсінбей жатады. Сондықтан менің авторлық бағдарламамның негізгі идеясы математиканы қызықты, қолжетімді және өмірмен байланыстырып оқыту болып табылады. Қызықты математика бағдарламасы оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, ойын элементтері, логикалық тапсырмалар, зерттеу жұмыстары және практикалық есептер, сонымен бірге шығармашылық тапсырмалар негізінде құрылған болатын. Қазіргі таңда оқушылардың тек формуланы жаттап қана қоймай, оны өмірлік жағдайда қолдана алуы маңызды болып табылады. Осыған байланысты бағдарламада оқыту ойын элементтері логикалық тапсырмалармен, шығармашылық жұмыстармен және математикаға қызығушылықпен қатысып, өз бетімен ойлауға ешкімнің қатысынсыз шешім қабылдауға және дәлелдеуге үйретеді. Сонымен бірге бүгінгі бағдарламамның міндеттері онда қызықты сандар, ребус, жұмбақ, сөз жұмбақтар арқылы оқушылардың математикалық қызығушылығын арттыру, қосып азайту, көбейту, бөлу амалдарының түрлі тәсілдерін меңгерту, оларды тиімді қолдануға бағыттау, математикалық эстафета, викторина, яғни бұлар логикалық және жылдам ойлау дағдыларын дамыту болып табылады. Сонымен бірге геометриялық фигура, денелер, ұзындық, салмақ, яғни барлық ұғымдарын тәжірибелік жұмыстар арқылы түсіндіру. Бұның ішінде сонымен бірге ұлттық ойындар мен жаратылыстану құбылыстарын пайдалана отырып, математикалық өмірмен байланысын көрсету. Қосымша және күрделі есептер арқылы есеп шығаруда стратегия таңдау, талдау, модельдеу дағдыларын дамыту да бар. Сонымен бірге қайталауға арналған есептер, тест жұмыстары, сонымен бірге олимпиадалық тапсырмалар арқылы да білімді бекіту, өзін-өзі бағалау мәдениетін қалыптастыру да осында. Авторлық бағдарламаның ерекшелігі тапсырмалардың жас ерекшелігіне сай құрастырылуы және оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға бағытталу. Сабақтарда математикалық ребустар, қызықты есептер, сонымен бірге топтық жұмыстар, өмірмен байланысты практикалық тапсырмалар кеңінен қолданылады. Бұл әдістер оқушылардың белсенділігін арттырып, пәнге деген оң көзқарасын қалыптастырады. Сонымен бірге бұл бағдарламада бастауыш сынып оқушылардың математикалық ойлауын дамытуға, яғни өткен білімді бекіту ғана емес, сонымен бірге оны кеңейту, оқушыны ойландыру, әртүрлі жағдайды талап ететін логикалық шешім қабылдауға жетелеу, яғни бүгінгі бағдарламаның басты өзегі міндеті болып табылады. Бағдарлама оқушылар тек дұрыс жауап табуға ғана емес, шешімнің әр кезеңін дәлелдеуге, логикалық пайым жасай білуге үйретеді. Бұл оқушының танымдық белсенділігін арттырып, болашақта күрделі математикалық ұғымдарды меңгеруге берік негіз бола алады деп ойлаймын. Сонымен бірге өзектілігі бастауышта математиканы қызықты өмірмен байланысты әдістермен оқыту, сонымен бірге қызықты тапсырмалар бұнда математикалық ойлауын еркін табиғи жолмен қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сонымен бірге жаңартылған білім мазмұны бойынша оқушылардың белсенді қатысуын, өз
бетімен ойлауына және практикалық әрекет арқылы білім алуына бағытталған. Бұл яғни математика сабағы әр қызықты тапсырмалар мен қолданбалы есептерді кіріктіру арқылы талаптарды жүзеге асыруға болады. Сонымен бірге бағдарламаның құрылымы бұнда ребустар, кестелер, бас қатырғыш, қызықты сандар, сөз жұмбақтар, геометриялық фигуралар және ұлттық ойындар және математикалық эстафета осындай құрылымдарға бөлінген. Бұнда сонымен бірге бұл бағдарламаның басты ерекшелігі дәстүрлі оқытуды қызықты әдістермен ұштастыру болып табылады. Бағдарламадағы осындай тапсырмалар оқушылардың қызығушылығын арттырады, белсенділігін күшейтеді, еркін ойлауына мүмкіндік береді. Сонымен бірге тағы да бұнда сабақ барысында мынандай әдістер қолданылады. Ойын технологиясы, яғни бұнда кім жылдам, логикалық шынжыр және математикалық эстафета. Бұл логикалық тапсырмаларға байланысты балалардың тез ойлауын және тез жауап беруіне байланысты. Енді ойын болғандықтан балалардың көбінесе ойын барысында ойын арқылы балалар тез қабылдайды және жеңіл қабылдайды сабақты. Сондықтан да әр сабақта ойынды көп пайдалануға болады. Және сонымен бірге топтық жұмыс, жұптық жұмыстар бұл оқушылардың бір-бірімен пікір алмасып, бірлесіп шешім қабылдауына көп әсерін тигізеді. Сонымен бірге бағдарлама бөлімдер, яғни бұл бағдарлама қызықты математика аптасына 1 сағаттан, яғни 34 сағатты құрайды. Бұл бағдарламада дәрістік сабақтар және тәжірибелік сабақтар араласып берілген. Бағдарлама мынандай бөлімдерден тұрады. Мысалы, қызықты сандар әлемі, логикалық тапсырмалар, геометриялық қызықтар, жылдам есептеу тәсілдері және олимпиадалық элементтер. Сандар әлемі, қызықты сандар әлемінде математика ғылымының ең қызықты әрі маңызды бөліктерінің бірі. Адамдар күнделікті өмірде сандарды үнемі қолданады. Сондықтан бұл қызықты сандар әлемі сандардың ерекше қасиеттерін, жұмбақтарын, логикалық байланыстарын және олардың өмірдегі орнын зерттейді. Бұнда жұп сандар дейді, тақ сандар, қасиетті немесе ерекше сандар деп айтамыз, және палиндром сандар, яғни екі жағынан да бірдей оқылатын сандар. Осындай сандарды бұл қызықты сандар әлеміне жатқызуға болады. Мына жерде мысал келтіріп кететін болсам, 2, 4, 8, 16 берілген, келесі санды тап дейді. Яғни бала 16-дан кейінгі санды таба алады. Яғни бұнда әр сан 2 еселеніп беріліп отыр деген сөз. Келесісі бұл логикалық тапсырма. Логикалық тапсырма бұнда адамның ойлау қабілеті, тапқырлығын, зейінін және ақыл ойын дамытуға арналған тапсырма түрі. Мұндай тапсырмаларда тек есептеу емес, және ойланып, салыстырып, дұрыс шешім табу өте маңызды. Бұл бөлім оқушылардың ойлау қабілетін дамытады. Мысал үшін балаларға мысал келтіре кетейін, бұл жерде мынандай тапсырма, мысалы, 1 келі темір ауыр ма, әлде 1 келі мақта ауыр ма деген сұрақ берілетін болса, балалардың жауаптары әртүрлі болады. Яғни бұл жерде бұлардың бірдей болғанымен, бірақ темір ауырда, ал мақта жеңіл, сондықтан көлемдері әртүрлі деген сияқты. Сонымен бірге логикалық тапсырмалар балалардың шығармашылық және сыни ойлауын дамытуға көмектеседі. Енді бір бөлімі геометриялық қызықтар. Бұнда жаңа фигуралар құрастыру, үшбұрыштардың санын табу, берілген суреттен артық пішінді анықтау, және сонымен бірге геометриялық тапсырмалар балалардың зейінін, ойлау қабілетін, елестету дағдысын, математикалық сауаттылығын дамытады. Бұнда қызықты түрде үйренуге математика деген, яғни бұл қызықта математикалық қызығушылықтарын өте арттырады. Сонымен бірге бұндағы келесі бір бөлімі жылдам есептеу тәсілдері. Бұнда математикалық амалдарды ойша, тез әрі оңай орындауға көмектесетін әдістер жиынтығы болып табылады. Бұл тәсілдер уақытты үнемдеп, есептеу қабілетін дамытады. Сондықтан да оқушылар ауызша есептеуді тез және жылдам үйренеді.
Сонымен бірге жылдам есептеу тәсілдері оқушылардың математикалық дағдыларын жетілдіріп, есепті тез әрі дұрыс шығаруға үйренеді. Бұл тәсілдер күнделікті өмірде өте пайдалы және әр сабақта да қолданып отырамыз. Сонымен бір түрі олимпиадалық элементтер. Бұл оқушылардың терең ойлауын, логикасын және математикалық қабілетін дамытуға арналған күрделі тапсырмалар мен әдістердің бірі болып табылады. Мұндай тапсырмалар қарапайым есептерден өзгеше болып, тапқырлыққа және ерекше ойлауды талап етеді. Бұл яғни әсіресе дарынды оқушылармен жұмыс жасағанда өте қолайлы болып табылады. Сонымен бірге, және де, мысалы, бұл жерде олимпиадалық тапсырмаларға, мысалы, мынандай бір тапсырмалар, қолыңда бір ғана сіріңке бар. Қараңғы бөлмеде шам, пеш және май шам тұр. Алдымен нені жағасың деген сұрақ қойылады. Сол кезде балалар әрқайсысы өздерінің ойларын айта бастайды. Яғни бұл жерде сонда жауабы ең бірінші сіріңкені жағам деген сөз екен. Сонымен бірге баспалдағы ойыны, яғни балалардың ойлауын және есте сақтауын және шапшаңдыққа тәрбиелейді. Яғни екі топ болып немесе балалардың өзіне де әр сабақты да қолдана беруге болады. Сонымен бірге мынандай кесте беріледі. Бұл кестеде жасырынған сөздер бар. Яғни геометриялық дене болуы мүмкін, компоненттердің аты ма, әлде математикалық құрал, соларға байланысты сөздер жасырылған. Балалар соны тез табуға және жылдам айтуға өздері талпынады. Яғни қандай сөздердің жасырылғанын оны жай дайындық ретінде айтуға болады. Жаңағында, яғни бұл жерде геометриялық дене ма, әлде математика сабағында қолданатын құрал ма, соны айтса, бала ары қарай өзі тез табуға икемденеді өзі. Яғни бұл жерде сонда шеңбер деген сөз бар, шаршы, теңдеу, қосылғыш, бұрыш, радиус және циркуль деген сөздер шығады екен. Сонымен бірге математиканы өмірде пайдалану жолдары бұл тек мектептегі ғана пән емес, ол күнделікті өмірдің ажырамас бөлігі болып табылады. Адам математикасыз уақытты жоспарлай алмайды, сауда жасай алмайды және қашықтықты да елестете алмайды. Сондықтан да қызықты математика арқылы оқушылар математиканың өмірде қаншалықты қажет екендігін түсінеді. Мысалы, біріншісінде сауда жасауда. Бұл дүкенге барған кезде заттың бағасын есептеуге, жеңілдікті анықтауға, ақшаны дұрыс санауға және артық немесе кем ақшаны тексеру үшін математика өте қажет. Сонымен бірге екінші, уақытты дұрыс жоспарлау. Бұл күн тәртібін құруда, сабақ уақыты, жол жүру уақыты, демалыс пен жұмыс уақытын есептеу математика арқылы жүзеге асып отырады. Сонымен бірге құрылыс және жөндеу жұмыстары кезінде, бұл үй салу кезінде, бөлмені жөндеуден өткізген кезде, яғни бұнда ұзындық, ені, ауданы, периметрі барлығы есептеледі. Сондықтан да, мысалы үшін, бөлменің еденіне қанша плитка төсеуге болады, соны есептеп шығаруға да болады. Ол үшін де математика өте қажет. Және сонымен бірге ас әзірлеуде, бұл тағам дайындағанда әсіресе, яғни тағам дайындаған кезде оның мөлшерін өлшеуге, уақытты есептеуге және оның қалай сақтау керек екендігін соны да білуге болады екен. Сонымен бірге көлікте және жолда, бұл жол жүру кезінде қашықтықты, жылдамдықты немесе уақытты табу кезінде өте көп қолданылады. Сондықтан да, мысал үшін, автобус сағатын 60 км жүрсе, 180 км жолды ол неше сағатта жүріп өтеді деген сағат сұрақтары берілетін болса, яғни 3 сағатта жүріп өтеді. Ол кезде де математика өте қажет. Сонымен бірге банк және қаржы саласында, бұл яғни ақша жинауда, несие есептеуде және пайыз табуда өте пайдалы деп ойлаймын. Сонымен бірге ойындар мен спортта, бұнда біз білеміз, спорттық ойындардың өзінде шахмат, тоғызқұмалақ ойындардың өзінде математика өте қажет. Сонымен бірге футбол ойынын ойнағанда да, яғни бұл жерде ұпай сандарын қосуға да математика
керек. Сондықтан логика немесе есептеу қабілеті бұл жерде өте қажет. Технологияда бұл яғни бұл жердегі компьютер, телефон, интернет жұмыстарының негізінде математикалық есептеулер жатыр. Яғни қазіргі өмір талабына сай, яғни бұл технологияда математиканы пайдалану өте қажет. Мамандық таңдауда мамандықтың бірнеше түрлері бар. Соның ішінде мұғалім болсын, инженер, құрылысшы, есепші болсын және дизайнер болсын, бұнда математика өте қажет. Сондықтан да балалардың ақыл ойын дамыту болып табылады. Бұл жердегі әр мамандықтың өзі математикаға байланысты деп ойлаймын. Сонымен бірге сабақ барысында бірнеше осы математикалық қызықты математика кезінде бірнеше сабақ үстіндегі сабақ барысында көріністер, яғни бұл бұл бағдарламада факультатив сабақтарда, үйірме жұмыстарында, қосымша білім беруде, бастауыш және орта буын оқушылармен жұмыс барысында қолдануға болады. Яғни бұл жерде бұл бағдарламаның тиімділігі, сабаққа қатысу белсенділігі артады, логикалық тапсырмаларды орындауға қызығушылығы күшейеді, өздігінен шешім қабылдау қабілеті дамиды. Яғни көптеген оқушылар математика деген көзқарасын өзгертеді екен. Сонымен бірге тапсырмалар орындау барысында сынып жетістіктеріне де жетіп отырады. Яғни ол сабақтағы жақсы үлгерім, олимпиада байқауларына қатысу, шығармашылық жұмыстар, спорттық жетістіктер және тәртіп пен ұйымшылдық қатар жүріп отырады екен. Сондықтан да сыныптағы жетістік оқушылардың өзіне деген сенімін арттырып, болашақта үлкен мақсаттарға жетуге көмектеседі екен. Сонымен бірге жетістік үлестері, жаңағы алдында айтып кеткендей, қызықты сандар ребус сыныпта 84%-ды жылдың соңында, амал таңбаларын түрлі тәсілдермен меңгеру, ол да 83%-ға, және математикалық эстафета, геометриялық фигуралар, жаңа айтқан болатын, кестелер, ұлттық ойындар, соған байланысты пайыздармен көрсетілген жұмыс түрлері. Бастапқы тексеру жұмысы және қорытынды тексеру жұмысында қандай болған? Бастапқыда 16-18 бала болса, кейіннен ол 24-25 балаға дейін жоғарылады. Соның көрсеткіші. Сонымен бірге қызықты математика авторлық бағдарламасы оқушылардың математикалық қабілетін дамытуға, пәнге деген қызығушылығын арттыруға және функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға бағытталған тиімді бағдарлама болып есептеледі. Бұл бағдарлама арқылы біз ойлай алатын, ізденетін, білімін өмірде қолдана алатын тұлға тәрбиелей аламыз, және сондықтан математиканы қызықты түрде оқыту, білім сапасын арттырудың маңызды жолы болып табылады. Осы мақсатқа жету үшін төмендегідей міндеттер қойылған. Яғни бұл жерде оқушылардың қызықты математикалық тапсырмаларын арқылы ойландыру, жылдам есептеу дағдыларын дамыту, практикалық өмірмен байланысын және танымдық белсенділіктерін арттыру, топпен жұмыс жасауға үйрету, сонымен бірге оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту. Енді осы мақсатқа жету үшін төмендегі міндеттер қойылды. Яғни ол жылдам есептеу дағдыларын дамыту, топпен жұмыс жасауға үйрету, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту. Осы бағдарламаны меңгеру нәтижесінде оқушылар математика пәніне деген қызығушылық танытты, логикалық ойлау қабілеттері дамиды, есеп шығару дағдылары қалыптасады, математикалық сауаттылық артады және өз ойын дұрыс еркін жеткізе алуға үйренеді және топпен жұмыс жасауға да үйренеді. Жаңа алдарыңызға айтып кеткендей, мынау оқушылардың жетістіктері, яғни біз алтын сақа, мың бала, ақбота және математикалық кеңгіру, зерделі ұрпақ барлық олимпиадаларға әрқашанда қатысып отырамыз. Балалардың бірнеше жүлделі орындары бар. Ең соңғы жүлде орнымыз бұл алдыңғы күні ғана келген Қарағанды облысынан облыстық зерделі ұрпақ. Содан екінші орын иегері атандық 3-ші сыныптардың арасында. Және сонымен бірге әртүрлі жетістіктеріміз өте көп. Сонымен бірге жаңағы олимпиададан үзінді
қарап отырсаңыздар, иә, қалалықтан бас жүлде алған болатынбыз, содан облысқа шықтық. Енді соңында айтайын дегенім сіздерге, ұлы ғалым Әл-Фараби білімді болу деген сөз белгісіз нәрсені аша білу деген екен. Сондықтан әрбір оқушының бойында қабілетті ашу біздің басты міндетіміз болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Сұрақтарыңыз болса? Әрбір сабақта сонымен бірге балаларды бағалап отырамыз. Теориялық бағыт кезінде бұл балаларды әртүрлі бас бармақ арқылы болсын, бағдаршам арқылы болсын, немесе сигналды карта арқылы болсын, яғни балалардың түсінген деңгейін жылдам тексеру кезінде осындай бағалаулар өте қажет. Ал егер қысқаша қорытынды жазу кезінде болатын болса, бұл яғни SMS әдісі арқылы бағалауға болады. Бағалау түрлері. Сонымен бірге практикалық бағалау түрлері бар. Енді оны әркім, әр мұғалім өзіне байланысты мотивация береміз ғой, балаларға мотивациялық бағалау кезінде әртүрлі медальдермен немесе бәйге кестесі арқылы бағалауға болады. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса? Сұрағым жоқ. Сізге рахмет. Өскеніңізге. Рахмет. Тағы да сұрақтарыңыз болса? Уақыт бар, 3 минут уақыттарыңыз бар. Жақсы, рахмет. Рахмет, Салтанат мұғалім. Өте жақсы, өте құнды нәрсе көрдік. Жетістіктеріңізді де көрдік. Рахмет. Рахмет барлықтарыңызға. Жақсы, сұрақтарыңыз болмаса, онда рахмет. Мен осы бағдарламамды бөлісіп тыңдағандарыңызға рахмет. Өз жұмыстарыңызда қолдануға кеңес беремін, және хабарласып отырсаңыздар болады. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.